Қайырлы күн, құрметті математика пәнінің мұғалімдері, студенттер, оқушылар. Мен Жомарт Мұратұлы, физика математика ғылымдарының кандидаты. TikToктағы және YouTubeтағы парақшамда күрделі математикалық есептердің шешулерін көрсетемін. Бүгін мынадай Сканави деген кітап, бұл кітапты математика пәнінің мұғалімдері немесе математикаға қызыққан оқушылардың немесе студенттердің білмеуі мүмкін емес. Сканавидің есептер жинағы, орысша кітап. 15.228 есеп Сканавидің есептер жинағы. Мынадай функция берілген: y тең x квадрат бөлінген бөлшектің бөлімінде x куб минус 1. Осы функцияның өсу кему аралықтарын табу керек. Яғни функция қандай да бір аралықта өседі деген нені білдіреді? Сол аралықта x үлкейтсек, тәуелсіз айнымалы y үлкейеді деген сөз. Қандай да бір аралықта функция кемиді деген не деген сөз? Сол аралықта функция тәуелсіз айнымалыны өсірсек, x-ті, функция y-тің мәні кемиді деген сөз. Енді не істейміз ол үшін? Біз қайсы өсіріп кемітіп мәндерін салыстырып отырмаймыз. Қандай әдіс бар? Туынды аламыз. Туынды арқылы жарады. Мынаның туындысын аламыз. Мына функция бөлінді ғой, бөлшектің туындысын қалай аламыз? Мынаның квадраты, алымның квадраты. Так. Енді мынау бірінші мынаның туындысы, 2x x квадраттың туындысы. Көбейтілген мына функция алынған x квадрат көбейтілген мынаның туындысы x куб. Мына бірдің туындысы жоқ, 3x квадрат деп. Міне. Енді мынаның алым бөліміне тиіспейміз. Бөлім сол күйінше қалады пока, иә? X куб минус 1-дің квадраты. Мынаны түрлендіріп, 2x-тің 4-тірі, 3x-тің 4-тірі, минус x-тің сонда минус 2x, минус 2x ені жерде минус x-тің 4-тірі. Солай ма? Солай, е? 2x-тің 4-тірі, минус 3x-тің 4-тірі. Минусын алдына шығарып жібереміз, сонда x жақшаның сыртына шығарамыз. 2 плюс x куб. Солай, е? X куб минус 1. Осының квадраты. Енді жерде қарайық. Туындыдан кубтарға жіктейік. 2-нің кубты 1-нің кубы ғой, дұрыс па? Значит, мынаны жіктесек қалай болады? Мынау минус x, мынаны не қылмаймыз? Кубтардың қосындысы ғой, дұрыс па? X минус 1-дің квадраты. Мына жерде қалай болады? Мында x плюс 2-нің кубты 1-і көбейтілген екінші жақшы 10 болады всегда мына жақшы. Сонда мынаны жазайық пока түсіндіру үшін. Кубты 1x плюс 4-тің кубты 1 квадратталып кетеді ғой мында, дұрыс па? Мына жақша 10 болады. Сонда мына сызықты көбейткішке төбелде мына квадрат 10-ға тақта, дұрыс па? Минус 1-ге тең емес. Енді таңбасын зерттейік. Мына минус 2-нің кубты 1, дұрыс па? Мына жақта 0, е? Мынаны берсек қалай мына жақта? Мына жақта 10 болады, мына минусы минус болады. Мына жақта плюс болады, мына жақта минус болады. Біз қарайық. Туындының таңбасы минус жақтарда ол не? Кемиді. Оң жақтарда, плюс жақтарда ол өседі. Егер функцияның туындысы, қандай да бір аралықта функцияның туындысы оң болса, сол аралықта функция өседі. Ол дәлелденген факт, біз оны дәлелдемей басымызды ауыртпай пайдалана береміз. Мынау қай аралықта өседі? Минус 2-нің кубты 1-ден 0-ге шейін мына аралықта өседі. Қай аралықтарда кемиді? Өйткені осы аралықта оның туындысы оң болып тұр, біз көріп тұрмыз, е? Ал енді қай аралықтарда не қылады кемиді? Мына аралықта жеке-жеке жазамыз. Бір-бірінен тәуелсіз минус x-тен минус 2-нің кубты 1-і осы аралықта не? Кемиді мынау. Бұл не деген сөз? Бұл аралықта x-ті үлкейтсек, y-тің мәні кішірейеді деген сөз, дұрыс па? Қай аралықта өседі? Кемиді, кешіріңіздер, бөлдім плюс x-ті кешірін. Кемиді. Солай, е? Кемиді. Жауабы былай болып саналатын, мына функция мына аралықта өседі. Неге? Өйткені осы аралықта біз туындысын таптық, туындысы оң мына аралықта өседі. Минус 2-нің кубты 1-нен 0-ге шейін өседі. Ана минус x-тен минус 2-нің кубты 1-і осы аралыққа шейін кемиді. Ара 0-ден плюс x-ке шейін кемиді. Мына аралықтарда яғни x-ті өсірсек, мына аралықта y кішіреді. Ал мына аралықта x-ті өсірсек, y өседі, яғни өспелі мына аралықта. Түсінікті ғой? Жауап осылай болатын. Видеоны болса лайк қойып, комментарий жазыңыздар, көрдіңіздер, оңай есеп емес. Менің басқа каналдан артықшылығым, негізгі артықшылығым, басқа каналдар, парақшалар тек қана ұбт-ның есептерін талдайды, одан ары қарай кетпейді. Мен одан да қиын есептер, осы сияқты күрделі есептер, анализдің, алгебраның, геометрияның және олимпиадалық есептерді талдайтын боламын. Сондықтан парақшамнан алыстамаңыздар, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін, сау болыңыздар.